күн. Бүгін біздер сіздермен мазмұндаманы дұрыс жазудың жолдарымен танысамыз. Мазмұндама тілді дамытуға, өз ойын дұрыс әрі тартымды жеткізуге, баяндай білуге үйрететін шығармашылық жазба жұмысы. Мазмұндама мәтініне мынадай талаптар қойылады. Бірінші жақ осы шақ формасындағы мәтінді, үшінші жақ өткен шақ формасында мазмұндауы. Екіншіден, берілген мәтіннің тек түйінді, негізгі мәселелерін ғана мазмұндау, қажетсіз деп табылған детальдарды қысқартуы. Үшінші, мәтін мазмұнына байланысты дәйек сөз және эпиграф келтіре отырып мазмұндауы. Төртінші, мәтін мазмұнына лайықты ой қорытындысын жасауы. Мазмұндама екі рет оқылады. Мазмұндама алғаш оқылған кезде мәтіннің негізгі ойын ұғып алыңыз. Екінші рет оқылған кезде мәтіннің кілт сөздерін, өзіңізге қажетті мәліметтерді түртіп алыңыз. Мәтінді екінші рет тыңдағаннан кейін өзіңізге қажетті жазбаларыңыздағы тақырыпшаларды нақтылап алыңыз. Ол үшін жазбаларыңызды мұқият оқып шығыңыз. Мәтіндерді абзацтарға бөлгеннен кейін төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Мазмұндамада мәтіннің негізгі мән мағынасы ашылды ма? Бірінші, екінші, үшінші абзацтар белгілі бір ойды білдіре ме? Артық мәлімет қосылған жоқ па? Осы сұрақтардың барлығына жауап бергеннен кейін жұмыстың қателерін тексеріп шығыңыз. Олай болса, барлығыңызға сәттілік тілеймін.